Assalamualaikum. Екі Puha YouTube kanalының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қазақ тілдарынамыздың дамуына үлес қосып, видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Мінекей кешкі су беру барысы. Суларын ішіп жатыр. Екі Puha бір ыдыстан ішеді. Бұған енді қазір күн ұзарып қалды. Екі уақыт қарап жатырмын. Алдында оқырмандарымда солай айтқан болатын. Сол пікірмен санаса отырып, екі мезгіл қарауға көштім соңғы кезде. Суын мыналар ішіп болды. Енді келесі Puhaға жылжытамыз. Мына Puha ішеді енді. Қалған асықпаған суларын шелекке құйып алып, басқа Puhalарға береміз. Бұйырса бір ай болайын деп қалды. Ақпанның қаңтардың 26-сы кірген. Ақпанның 26-сы бір ай болады. Мынау толайын деген кезде мына жердегі шелектерге құя береміз. Толығымен барлығына осылай су беріп шығамыз. Мыналар таңертең ішкен, жаңа да біраз ішті. Сосын ішкелер келмей тұр. Екі мезгіл су беріп жатырмыз. Енді қазір жем беру процесін түсіретін боламыз. Қанша келе жем жеп тұрғанын айтамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мына Puhalар міне қатты шөлдек қапты. Таңертең су ішті, одан кейін жемін жеді. Жемнен кейін шөбін жеп, түсте демалды. Алдындағы видеодағыдай созылып жатып, емін еркін демалады түсте. Негізгі қораға кіріп, қайта мазасын ала бермеу керек. Екі мезгіл кірсеңіз жеткілікті болады. Мына Puhalар міне суын ішіп алып, бір-бірімен сүзісіп тұр. Тұз жегілері кеп тұр. Ертең бұйырса тұз беріп қоямыз. Темірді жалап жатыр міне. Алар ішіп болды, енді арғы Puhaға жылжытамыз. Мынау ішем ба, ішпейм ба деп ойланып тұр. Қазір алдында су тұрғаннан кейін ішетін болады. Су беру үшін арнайы науа жасадық. Ені 30 центі, ұзындығы 60 центі. Екі Puha емін еркін су ішеді. Шелекпен берсеңіз суды төгіп тастайды. Сол үшін қалыңырақ темірден ескі науа болған. Соны жасап, екіге кесіп, үлкен науаны екі науа жасап алдық екі ақырға. Шөптерін жаңа біраз шөп салғам. Астында жемнің қоқымдары бар. Енді түнімен таң атқанша қазір жем саламыз. Барлығын жеп алады. Ашылып кетті, тұз беру керек болды. Ертең бұйырса тұз береміз.
Мынау сәуірдің 10-ы туған. Әзір 10 айлық. Екеуі су ішіп жатыр. Ішіп болып алса, су қалдырмаса, біраз су құямыз. Бұларға шөлдеп. Әр қазақ бай қуатты болсын. Видеоны көріп отырсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әрбір пікірлеріңізге жауап беремін. Және ақыл кеңестеріңізді жаза кетіңіздер. Бірге дамиық, бірге байық. Армандаған арманымызға жетейік. Көршің байса қуан дейді. Саған ештеңе бөліп бермесе де, сенен ештеңе сұрамайды дейді. Сол үшін әр қазақ бай қуатты болсын. Бізде осыдан науасына суды құя салатымыз. Қазір мына ағашларын жалғап, осы арқылы су береміз. Ауа райы өте тамаша болып тұр. Күн жылы. Қай өңір деп жазып атқан кісілерге? Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылы. Мінекей мына қорадағы бұқалар да суын ішіп болды. Бұларға шелекпен әкеп береміз. Бұлар шелекпен ішеді. Жағы темір науаны әкеп көтеріп әкеп жүргеннен гөрі шелекпен берген өзіме жеңілірек тұрады. Сол үшін шелекпен беремін. Шөбінің қалдықтарын жеп жатыр. Енді бұдан кейін астын тазалаймыз қазір. Сосын барып жемін саламыз. Жемін жеп болғаннан кейін түнгі шөбін саламыз. Сонымен таң атқанша жатады. Мынауды ішіп болыпты суын. Суының қалғанын сиырға бере саламыз. Тағы бір сиыр туған. Оны салғам жоқпын. Алдындағы сиырлардан кейін тағы 2 сиыр туған. Болашақ бұқалар әкеп жатыр. Сиырлар. Жемнің де қоспасын өзгерттік. Міне көрініп тұрса, ішінде барлығы бар. Бидай, арпа, кебек. Мұнда барлығы көрініп тұр. Мұна мөшектен бір мөшек арпа саламыз. Жарты мөшек кебек қосамыз. Және мұна шелекпен бір шелек бидай. Мұнау 25 литрлік шелек. Бұған 15 килограмм бидай сияды екен. Және 15 килограмм жүгері саламыз. Осымен бір шелек. Сол бір күндік жеміміз. Арпаны төгіп алдық. Енді үстінен бір 2 килограммдай жымық саламыз. Сосын үстінен кебек саламыз. Мынау екіншісі міне. Енді үстінен арпа саламыз. Кебекті салдық міне. Көрініп тұрғандай. Енді бидайымыз сап алдық. 15 килограмм. Бидайды төгеміз. Енді бидайдың үстінен жүгері саламыз. Соның барлығын араластырып
жасаймыз. Üstüne mine 15 kilogram жүгөр салдық. Енді бұны араластырып комбикорм жасаймыз, өзіміздің комбикорм. Жартысын араластырдық. Әлі міне араластырып жатырмыз. Жемді міне толығымен араластырдық. Барлығы міне толығымен ішінде жүр. Кешкі жеміміз дайын. Кешке және таңертеңге жетеді. Қазақ тілдарнамызды қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және пікір қалдырыңыздар. Жемдеру несін процесін бастап кеттік мінекей. Мынаумен біреусі 1 килограмм шығады. Осыдан міне 3 жейді. Біреусі 3 жейді. Қазір адан жеке өзінің алдына салатын боламыз. Жемдерін 4-өне де салып болдық. Саршелекпен жаңағы 25 литрлік, ішіне 15 келе сиятын. Мынау арпа бар, кебек болғаннан кейін оған 12 килограмм сияты. Соны беріп қойдық. Ана арқысынан да жеп жатыр, өзінікінен де жейді. Түнімен жеп бітіреді осы жемді. Жемді әкеп алдық, мына 3 шелек. Ал енді жемді береміз. Мыналарға 2-2-ден жейді. Жемін салып болдық барлықтарына. Мыналар жемді жегісі келмей тұр қазір. Аз тұрып жейтін болады енді. Түнімен жеп алады. Аз қалдыру керек. Мынау да зорға жеп тұр енді. Мыналар 3 килограммды ұрып. Бұлардың тәбеттері жақсы. 3 келені таусады. Мынау 2,5 келе таусады. Аз-маз қалдырады. Мыналар 2 килограммды зорға жейді. Бұлардың тәбеттері нашар. Мыналар енді 2 келеден аз артығырақ жеп тұр, түнімен жейді енді. Мыналар 3 килограмм жейді. Сонда бір күн кешке дейін 6 килограмм жеп тұр. Шөбін алып тастадық. Енді бір жарты сағаттан кейін артынан аз жоңышқа салынады. Сон болды, қалған жемін жоңышқаның астынан жей береді. Жемнің қорытылуына көмектеседі. Ойына сіңдіріліп, шөппен бірге барып. Жемдерін жеп болды. Мыналар таза жеп алды. Мыналар қалдырды. Бұлар енді таң атқанша жейтін болады. Енді шөп саламыз. Мыналар жатыр міне, тойып алып жемге. Мыналар аз қалдырды. Мыналар толығымен жеп қойды міне. Ортада 1 сағат өтті. Мына бергісі жартысын ғана жеген салғанның. Ал енді мыналар қалдырды. Бұндай қалдырғаннан ешқандай алаңдамаңыздар. Жеп қояды, қалғанын бір күнде таң атқанша жеп қоятын болады. Мына қорадағы мынаулар жеп алған, мынау біраз қалдырған. Бұның үстіне шөп сала саламыз. Шөбін әкеп қойдық.
Міне шөпті салып тастадық. Жоңышқа жеп жатыр енді осымен. Осыны жеп таң атқанша жатады. Таңертең тағы осындай режиммен қараймыз. Жоңышқа салып тастадық, міне жеп жатыр. Әр күні осылай. Әр қазақ бай болсын. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.